Сәлем. Отандық танымал актер Тәуекел Мүсілім Меккеге кіші қажылыққа аттанды. Өнер иесі бұл жолы қасиетті Меккеге аяқ ауыр келіншегімен бірге барған. Тәуекел Мүсілім мен әйелі махаббатын Меккеге аттанған туралы Инстаграм желісіне белгілі болды. Ерлі-зайыпты өз парақшаларында қасиетті Меккеден фото мен видео жариялап, кіші қажылыққа келгенін хабарлады. Алланың үйінде қонақта деген жазба қалдырды актер. Желі қолданушылары ниет етіп Меккеге барған жұлдызы жұпқа тәнті болып, оларға жылы лебізін жаудырды. Ниеттеріңіз қабыл болсын, қандай керемет жұп, көз тимесін, қабыл болсын, бақытты болыңыздар деп жазуда көпшілік. Жақында елінің туған күнін дүркіретіп өткізген Дархан Жолшыбеков көпшілікті тәнті етті. Желі жұлдызы көп балалы жалғызбасты ананың арманын орындап оған пәтер сыйлады. Бұл жанұя осыған дейін жалдамалы пәтерде тұрып келгені белгілі болды. Оған қоса келіншек үйінің жалғыз асыраушысы болып шықты. Сізге көмек керек деген хабар түсті. Сондықтан біз қазір сізге үй сатып алып келдік. Мынау сіздің үйіңіздің кілті. Қазір барып рәсімдейміз. Барлық балаңызға бөлме жетеді. Әпке еш нәрседе уайымдамаңыз. Мен тек себепкер болам. Әр адам отбасы бала бақыты болсын, деді желі жұлдызы. Дархан Жолшыбеков жалғызбасты анаға жаңа пәтерінің кілтін табыстап, әр бөлмесін көрсетті. Көп балалы ана блогерге алғысын айтып, жылап қалды. Отандық танымал әнші Балжан Бидаш күйеуі Жақан Отарғалиевпен ажырасып кеткен соң күйзеліске түскенін жасырмады. Өнер иесі бұл қиын кезеңнен қалай өткенін оқырмандарына айтып, бір жылда қалай өзгергенін көрсетті. Балжан Бидаш Инстаграмдағы парақшасында әсерлі видео жариялап, ажырасудан кейін қандай күйге түскенін көрсетті. Оған қоса бейнежазбада әнші күйзелістен шығып, бір жылда қандай өзгеріске ұшырағанын байқауға да болады. 2025 жыл ажырасудан кейін күйзеліске түстім, өзіме сенімсіздік пайда болды. Ал 2024 жылы өзімді жақсы көріп, құлпырып кеттім. Сахнаға оралдым деп жазды өнер иесі. Желі қолдаушылары Балжан Бидаштың әсерлі видеоларынан кейін оған қолдау білдіріп, ақ тілектерін жаудырды. Қазақстандық танымал актер Жанатбек Байтеков отбасы туралы сыр шертіп, үйленер кезі келіншегіне қандай уәде бергенін айтты. Жанатбек Байтеков 1001 түн бағдарламасында қонақта болып, неге шетелге үнемі келіншегімен баратынын түсіндірді. Өнер иесі отбасы құрар алдында әйеліне бүкіл әлемді көрсетуге уәде еткенін айтты. Үйленген кезде бүкіл әлемді көрсетемін деп уәде берген болатынмын. Біздің кездегі махыр сондай болды. Оған дейін Қазақстанда аралатамын дегенмін. Өйткені елімізде не бір тамаша жерлер бар. Бірақ қазір көбіне шетелге шығып жүрміз. Қазіргі коучтар әйел адамды құрметтеу туралы айтып жатыр ғой. Ол нәрсе қазақтарда бұрыннан бар. Бізде әйел затына деген құрмет ерекше. Олардың көңіл күйі жақсы болса, ер азаматтың да жұмысты алға басады. Соған көзім жетті. Бүгінде көп балалы отбасымыз, деді актер.